Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздерге созылыңқы келешақ тақырыбын түсіндіремін. Видеоны бастамас бұрын менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Сол кезде сіздің парақшаңыздан жоғалып кетпейтін боламын. Жалпы келеш созылыңқы шақ дегеніміз ағылшынша future continuous деп аталады. Future continuous келешекте белгілі уақыт аралығында болып жататын іс-әрекеттерді айтқанда қолданылады. Ал енді мысал келтіріп көрейік. This time, next week, I will be sleeping. Келесі апта осы уақытта мен ұйықтап жататын боламын. Яғни бұл жерде белгілі уақыт белгілі болып тұр. This time, next week. Яғни келесі апта осы уақытта деп уақытта айтып тұр. Ал енді жасалу жолдарына тоқталайық. Болымды сөйлемнен бастаймыз. Subject зат есім, қосылған will көмекші етістігі, одан соң be, содан соң verb, яғни етістік, continuous шағы болғандықтан verбке ing жалғаймыз. Ал енді мысал құрап көрейік. I will be working tomorrow at 2 o'clock. Ертең сағат 2-де мен жұмыс істеп жатамын деп аударылады. Яғни белгілі уақыт tomorrow at 2 o'clock. Ертең сағат 2-де деп белгілі болып тұр. Келесі сұраулы сөйлем. Сұраулы сөйлемде көмекші етістік алдына шығып кетеді. Ненің алдына? Зат есімнің алдына шығады. Will қосылған зат есім, оған қосамыз be, содан соң verb етістік және етістікке ing жалғауын жалғаймыз. Ал енді мысал құрап көрейік. Болымды сөйлемде құраған сөйлемімізді сұраулы сөйлемге ауыстыратын болсақ, will you be working tomorrow at 2 o'clock болып аударылады. Яғни will көмекші етістігі зат есімнің алдына шығып кетеді. Келесі болымсыз сөйлемнің жасалу жолына тоқталамыз. Болымсыз сөйлем яғни нотпен жүреді. Subject қосылған will, қосылған not, қосылған be, одан соң етістік және етістікке ing жалғауын жалғаймыз. Ал енді жаңағы сөйлемімізді болымсыз сөйлемге айналдырып көрейік. I won't be working tomorrow at 2 o'clock. Мен ертең сағат 2-де жұмыс істеп жатпаймын деп аударылады. Яғни бұл жерде болымсыздық мағына беріп тұр. Тағы бір айта кететін нәрсе, will not толық нұсқасы, won't қысқартылған нұсқасы болып табылады. Бұл екеуі де бір мағынаны білдіреді. Осымен біздің видео сабағымыз аяқталды. Сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Видео ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар менің Instagram парақшама жазылуды ұмытпаңыздар.